Армысыздар, құрметті достар, құрметті оқырмандарым. Мына көптеп келетін сұрақтардың бірі азоспермия. Осы туралы сіздерге бүгін толық айтып кететін боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Енді көп жігіттердің арасында туындайтын сұрақ, үйленгеннен кейін балалы болмай жатқан жанұялар бар. Соның ішінде ерлерде кездесетін осы азоспермия. Бұл азоспермия дегеніміз жалпы не? Қандай патология? Осы туралы түсіндіріп кетсек. Азоспермия дегеніміз, яғни сперматозоид, яғни эякулят бар. Эякулят дегеніміз еркектің спермасы. Эякулят шыққан, бірақ ішінде сперматозоид жоқ. Осыны жаңағы азоспермия дейміз. Өйткені бұның болмау себептері әрқалай болуы мүмкін. Туа пайда болған, жүре пайда болған классификациясы байланысты. Одан кейін жалпы азоспермияның түрлері бар. Азоспермия, яғни айтатын болсақ, бірінші түрі обструктивті. Обструкция дегеніміз жаңағы тарылу, каналдың бойы тарылу арқылы. Ұрықтың жаңағы суы шығады бері қарай, астында жаңағы сперматозоид қалып қояды. Соған байланысты бұл неге байланысты болады? Не үшін болады? Бұл бірінші жыныстық аурулармен ауырғаннан кейін соның асқынулары осы ұрық каналдарының бойын бітеуі мүмкін, тарылтуы мүмкін, қабындыруы мүмкін. Осыған байланысты обструкция болады. Екінші жағдай, анатомиялық тұрғыдан бала кезде мынау обструктивнің жұқпалы аурумен ауырған болса, бала подростық кезінде 15 жасқа мынау жыныстық жетілу барысында осындай ауыр инфекциялық аурумен ауыратын болса, ол да мынау жыныстық жолдардың дұрыс дамымай қалуына алып келеді. Ол да обструктивті түріне жатады азоспермияның. Ал енді екінші секреторлы түр деп бөлінеді. Секреторлы түр дегеніміз бірінші обструктивтіға мысал келтіріп кетсек, обструктивті түрі, яғни жұмыртқада ұрық бар, бірақ бері шыға алмайды, су шығып жатыр, қою қалып кетеді. Мәселен, мынау азоспермияға мысалы бір шелек суды алатын болсақ, мысалы теңізден балық ұстап алдыңыз деп айтайық, бір шелек судың ішінде неше балық бар. Вот соның жаңағы ішінде балық жоқ, бері қарай шыққан кезде су ғана шығып жатыр. Яғни осы варикоцелия жаңағы азоспермияның мысалы ретінде осыны алсақ болады. Мына судың ішінде шелектенше балық болу керек, яғни сұйық суда болу керек, ішінде сапасы да болу. Сол сияқты мына азоспермия кезінде тек су ғана шығады. Бұл жаңағы каналдың бойы бітеліп қалатын болса, тарылып қалатын болса, обструктивті түрі болып танылады. Екінші түрі бұл секреторлы түр. Яғни секрет атайтып тұр, секрет шығады, бөлінеді, ешқандай қиналу жоқ, бірақ ішінде сұйықтық жоқ. Олай дегеніміз, мынау еннің жаңағы ішінде, жұмыртқаның ішінде сперматозоид жоқ, ұрық жоқ, өндірілмейді. Яғни бұл жерде сперматогенез жоқ болып жатыр. Соған байланысты өрден шығып жатқан сұйықтықтың ішінде айтқан кезде балық жоқ, болмаса жаңа айтсам сперматозоид жоқ деген сөз. Соған байланысты бұл болатын түрі азоспермияның екінші түрі, обструктивті. Енді үшінші түрі аралас деп айтылады. Секреторлы түрмен жаңағы обструктивті бірге жүруі мүмкін. Бұлардың енді болдырмаш жолдары қалай процентті нөлге түсірмеу керек? Ең алдымен сізде варикоцелия анықталса, әрине оған ота жасатып уақытылы емдеу керек. Егер сіздің бойыңызда мынау жыныстық инфекция болатын болса, міндетті түрде ем алуыңыз керек. Инфекция жүре беретін болса ағзада, ертең күні осы каналдың ұрық каналдарының бітелуіне, қабынуына, ұрықтың өліп қалуына алып келеді. Үшінші себеп мынау қуқасты безінің қабынулары, инфекциямен қабыну, бактериямен, абактериялық қабыну, жаңағы застойный простатит болуы мүмкін. Осылардың барлығы мынау ұрықтың төмендеп кетуіне алып келеді. Ол әрине ол төмендеп азоспермияға алып келуі мүмкін. Соған байланысты бұл аталған ауруларды уақытылы анықталған болса, міндетті түрде емдеу керек. Осы кезде сіз нөлге түсіре алмайсыз. Одан кейін мынау айтып кететінім, азоспермияны мынау бірінші обструктивті түрі болса қалай емдеу керек, жаңағы секреторлы түрі болса қалай емдеу керек. Бірінші мынау обструктивті түрі болатын болса, бұл жерде сізге дәрі-дәрмектің көмегі, бірінші әрине консервативті ем жасап, дәрі-дәрмектің көмегімен жаңағы физиологиялық ем жасау арқылы каналдың бойындағы жүрмей тұрған, ісініп тұрған, қабынып тұрған жерлерде қабыну қайтқан кезде ұрық қайта қалпына келіп жатады. Бұл консервативті түрі. Екінші түрі әрине оперативті. Бұл жерде жаңағы биопсия арқылы жаңағы ұрықтың бар жоғын тексеріп, анықтап, сол арқылы эко арқылы, икси арқылы балалы болып жатады жанұялардың арасында.
Екінші жаңағы түрі, бұл жерде каналдың бойы тарылатын болса, вазоанастоmoз операция жасалып жатады. Енді үлкен орталықтарда осы операцияны жасап, мына бітелген каналдың бойын жалғап, сол арқылы ұрықтың жүріп кетуі кездесіп жатады. Ал енді екінші секреторлық түріне келетін болсақ, секреторлық түрі бұл кезде мынау сперматозоид жоқ, каналдың бәрі ашық, екі жақта дамыған, бірақ ұрықты өндірмей жатыр. Бұл көбінесе туа пайда болған, кішкентай кезінен жаңағы ені дамымай қалған, гипоганадизм аурумен ауырған жігіттерде кездесіп жатады. Ол жағдайларда не істеу керек? Әрине бұл жерде гормон тағайындалады. Оны енді эндокринолог мамандардың да кеңесі керек болады. Өйткені қалқанша бездің гормондар жетіспеушілігі, сосын жәнегі мынау еркектік жыныстық гормондардың жетіспеушілігі байқалуы мүмкін. Гипоганадизм болуы мүмкін. Мынау соған байланысты тестостеронның жетіспеушілігі, ағзадағы тестостеронның азайып кетуі, өндірілмеуіне байланысты бұндай жағдай туындайды. Осы кезде ХГЧ деген укол бар, хорион гонадотропин человека. Яғни бұл хорион гонадотропин не үшін? Бұл ағзадағы тестостерон гормонын жаңағы стимуляция жасау үшін. Сол арқылы жаңағы еннің жұмысын іске қосу мақсатта қолданылады. Оны әрине өзінің схемасы бойынша беріледі. Диагностика жасағаннан кейін барып, сізге қандай гормоныңызда қандай өзгеріс бар, гипо болып тұр ма, гипер болып тұр ма, соған байланысты қарау керек болады. Одан кейін тестостеронның деңгейін міндетті түрде қарап тексеріп, соларға коррекция жасау керек. Өйткені гормондарды тағайындағаннан кейін міндетті түрде қайта анализ тапсырып отыру керек болады, ай сайын тапсыру керек болады. Өйткені бұл гормон бергеннен кейін ағзада әртүрлі өзгерістер болуы мүмкін. Ер балалардың арасында мынау емшек төстерінің бері шығып кетуі болуы мүмкін, гинекомастия кездесуі мүмкін, қуық асты безінің сынып кетуі мүмкін, сол сияқты өзгерістер ұшырауы мүмкін. Соған байланысты бұл гормондарды міндетті түрде маманның кеңесінен кейін тағайындау. Өз бетінше тағайындап алып жатқан пациенттерді көрдік. Ол жаңағы дұрыс емес, өйткені схеманы дұрыс білмегеннен кейін ертең қайтымсыз процесске алып келуі мүмкін, жұмыртқасы кішірейіп кетуі мүмкін. Сол сияқты жаңағы жыныс жүйесіне өзгеріс алып келуі мүмкін. Бұл гормонмен әрине бұл көрсеткіш бойынша қабылдау керек. Одан кейін әртүрлі ағзадағы дәрі-дәрмектердің, дәрумендердің ағзаға дұрыс түспеуіне байланысты бұл дәрумендерді қолдану керек. Өйткені біздің ағзаға міндетті түрде дәрумен керек. Біз тағамнан дұрыс түспегеннен кейін бізге қосымша тағам ретінде дәруменді қабылдап отыратын болсақ, біздің осы ерлердің спермасының сапасы күшейеді. Қандай дәрумендерді сұрауымыз мүмкін? Әрине біздің ағза керекті мынау витаминдердің ішінде трибулс витамині, омега-3 витамині, витаминдердің D3 витамині керек болады. Содан кейін барып мынау С витамині керек. Фолий қышқылы түрі, фолий қышқылының өзін қабылдау болмайды, өйткені ағзаға дұрыс сіңбейді. Соған байланысты метилфолат түрі бар. Одан кейін жаңағы Б комплекс, яғни Б тобының витаминдерімен қосындысын бірге қабылдасаңыздар, ағзаға сіңімділігі жоғары болады. Сол сияқты әртүрлі тағы да витаминдер ішінде цинк витаминін қабылдасаңыз, микроэлемент ұрық сапасын күшейтуге жақсы көмектеседі. Селен витамині бар, микроэлемент, ол да жақсы көмектеседі. Витамин Е қабылдасаңыз да болады. Осы сияқты аталған витаминдердің көпшілігі ерлердің спермасының қоюлануына, күш қуатының көтерілуіне, сапасының өзгеруіне бірден бір көмектеседі. Әрине бірінші бұл себепті анықтап алу керек, неден болып жатыр. Егер урогениталды инфекциядан болатын болса, ол себеп міндетті түрде бірінші урогениталды инфекцияның түрін анықтап, соны емдеу керек болады. Осы кезде арға ем тиімдірек болады. Ал енді сізде обструктивный формасы болатын болса, міндетті түрде операцияға баруыңыз мүмкін. Ем сізге дәрі-дәрмектің көмегі тимеуі мүмкін. Соған байланысты бірінші диагностика жасау керек, содан анықталғаннан кейін ары қарай емін алғаныңыз дұрыс болады. Ал енді достар, құрметті оқырмандарым, азоспермия жайлы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге қарапайым түрде түсіндіруге тырыстым. Соған байланысты азоспермия бұл еркектік бедеулік деп аталады. Соған байланысты еркектік бедеулікке түсірмей, денсаулықтарымызды әрқашан күтіп жүрейік. Өйткені әртүрлі себепке байланысты бұл жағдай кездесуі мүмкін. Арасында еркектердің арасында кездесіп кетті соңғы уақытта азоспермия. Соған байланысты ішетін тағамымыз дұрыс болсын, жүріс-тұрысымыз дұрыс болсын, осы кезде біз ешқандай ауруға шалдықпаймыз. Аман жүрейік достар, сау саламатта болыңыздар. Біздің каналға тіркеліңіздер.